Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің есімім Тұрсынбеков Алмаз Жомартұлы. Мен әдістемелік орталықтың әдіскері болып табыламын. Бүгін сіздерге ғылыми мақала жазу және жариялау негізгі қадамдар мен ұсыныстар бойынша вебинар өткізетін боламыз. Бүгінгі вебинарымыз барлығы жазылады. Содан кейін Астана қаласы әкімдігінің әдістемелік орталығының сайтында, ресми сайтында барлығы жарияланатын болады. ютубқа видеоға салып қоямыз, сосын сол жерден қарауға болады. Кім үлгере алмайды, кейбір кім түсіне алмайды, түсінбей қалды деген сияқты. Енді бізде білесіздер, зерттеу деген журналымыз бар. Сол зерттеу журналының мен таныстырамыз, қалай жарияланып жасауға болады. Негізі зерттеу журналы аттестацияға жарамды. Ең басынан сразу сіздерге айтып кетейін. Енді бүгінгі вебинарымыздың тақырыбы ғылыми мақала және жазу және жариялау негізгі қадамдар мен ұсыныстар. Мақсаты педагогтерге білім саласындағы ғылыми зерттеу әдістерін ғылыми мақала жазу және жариялау бойынша ұсыныстар мен негізгі қадамдарды түсіндіру болып табылады. Бөліміміздің басшысы біздің Касенова Альбина Бақытбековна, ал спикерлер сол біз, мен Алмас Тұрсынбеков, содан кейін Бибігүл Кәрімбердиқызы сіздерге мақала жазу бойынша қалай жариялау керек, қандай требованиялар бар, солар туралы айтып кететін болады. Енді бірінші бізде цифрлық ресурстарды пайдалану арқылы ғылыми мақала жазу ерекшеліктері дейді. Жалпы мақала дегеніміз не? Соған тоқтала кетсек, көбі мақала мен авторлық бағдарламаны шатастырып жатады. Түсінбей жатады, не болмаса мақала не, эссе деген не, шығарма деген не деген кейбір моменттерді түсінбей жататын мұғалімдер әлі күнге дейін бар. Мақала дегеніміз бұл белгілі бір тақырыпты жан-жақты ашып көрсететін, нақты мәліметтер мен деректерге сүйене отырып жазылған ақпарат немесе талдамалы мәтін болып табылады. Мақаланың мақсаты ол оқырманға жаңа ақпарат беру. Мына жерде үлкен әріппен қара әріппен жазып, жаңа ақпарат беру. Сосын мәселені талқылау, талдау және немесе оқырманның пікірін қалыптастыру болып табылады. Яғни сіз мақаланы оқығаннан кейін бір ой қалу керек сізде. Оказывается, осындай екен ғой, оказывается, осындай нюанстары бар екен ғой деген сияқты. Содан кейін журнал редакторлары ретінде біз мына жақтан сіздер мақала жібересіздер ғой. Көп мұғалімдер өздерінің мақалаларын жібереді, әртүрлі не болса сабақ қысқа мерзімді жоспарды жібере салады сабағын. Біз ондай нәрселерді қабылдамаймыз. Бізге нақты мақала керек. Ережеміз бар. Ережеде мақаланың 10 түрі бар. 10 түрі бойынша соған келетін болса, соларды қабылдаймыз. Сосын журнал редакторы ретінде біз мақаланың жариялау немесе жарияламау туралы шешім қабылдаймыз, иә, мына жақтан. Сосын қарағанда ол неге, ол екі негізгі критерийлерге сүйеніп қарастырамыз. Біріншісі Q сапа дейді, ол қосқан үлесі, жаңалық көрсеткіші. Яғни сіз бір жаңалыққа келсеңіз, білім саласында, онда біз оны әрине міндетті түрде қосамыз. Барлық педагог қауыммен бөлісу үшін. Содан кейін R сапа дейді, зерттеу әдіснамасы, нәтижелердің сенімділігі және валидтілігі дейді. Яғни көбінесе енді жаңалық ашу өте қиын болып табылады. Қазіргі уақытта барлық жаңалықтар көбі ашылды, бірақ та R сапасын қарауға болады. Содан кейін міне зерттеу әдіснамасы мен нәтижелердің сенімділігі және валидтілігі дейді. Ішкі валидтілік деген зерттеудің шынайылық деңгейін, яғни нәтижелерді ақиқат қаншалықты дәл бейнелейтінін анықтайды дейді. Яғни зерттеу мақаласы керек бұл бізге. Сыртқы валидтілік зерттеу нәтижелерінің басқа контексттерге немесе салаларға қаншалықты қолдануға болатынын тексереді. Яғни басқа сала болсын, біз бұл зерттеуді білім саласында жүргізсек, медицина саласында қалай болады, әскери салада қалай болады деп сияқты сондай нелерді, теңеулерді жазып кетуге болады. Сосын сенімділік дегеніміз, яғни зерттеуді неше рет жүргізетін болсақ, 2 рет, 3 рет, 4 рет жүргізетін болсақ, алынған нәтижелер ұқсас болу керек. Яғни бір нәтижеде ол жақсы результат берді, келесі нәтижеде төмен результат беретін болса, яғни зерттеу дұрыс емес деген сөз. Ол 3-4 рет қайталанып, егер 3-4 ретінде де бірдей ұқсас нәтиже беретін болса, яғни сіздің зерттеуіңіз дұрыс толыққанды жасалды деген сияқты. Енді зерттеу бойынша жақсы кітаптар бар. Бұл зерттеуді сіз вебинарды көре сала зерттеп кетемін деген ондай ой болмау керек. Сол себепті от идеи к публикации деген Қайрат Молдашевтың кітабы бар. Осы кітапты мына жерде QR-код бар, сол QR-кодты сканерлеу арқылы оқысаңыз, көп нәрсе білуге болады. Сосын өзіңізге біраз әртүрлі ой түйесіз, қалай, мысалы Scopus, Web Science сияқты естігуіңіз бар шығар, бірақ та түсінбей жүрген шығарсыз, ол не екенін деген сияқты. Сол туралы толық ақпаратты осы жерде берілетін болады. Сосын ғылыми мақала дегеніміз ол нақты ғылыми зерттеулердің нәтижелерін және жаңалықтарын немесе теориялық
талдауларды қамтитын және ғылыми қауымдастыққа арналған жазба еңбек болып табылады. Мұндай мақалалардың авторлары зерттеу барысында алынған жаңа білімдерді, теорияларды немесе әдістерді талқылайды. Оларды ғылыми тұрғыда негіздеп нақты дәлелдемелерді ұсынады дейді. Яғни сіздерге ғылыми мақала жасау, жазу керек. Біздің журналымыз өзі зерттеу деп аталады. Зерттеу деп аталғаннан кейін өзі аты айтып тұр. Яғни ғылыми мақалалар, зерттеу туралы мақалалар жазылу керек. Сіздер өздеріңіздің сыныптарыңызда мини исследование дейміз ғой, кішігірім зерттеулер жүргізуге болады. Ауқымды жасамай ақ қойыңыздар. Сол зерттеулер арқылы мысалға опрос алуға болады оқушылардан, соны салыстыру арқылы соның барлығын жазып өзіңіздің нәтижеңізді көрсетесіз. Ең соңында былай айтқанда білім сапасы көтерілді ма жоқ па деген сияқты бір әртүрлі әдістерді енгізгенде. Енді қазіргі уақытта біздің әлемге былай айтқанда жасанды интеллект өте қарқынды дамып жатыр, иә. Ол білім саласына да келді. Әртүрлі салалардың барлығында бар. Қазір жасанды интеллект дегеніміз не? Ол компьютерлер мен басқа құрылғылардың адамның ақыл ой қабілетін имитациялауға мүмкіндік беретін технология мен әдістердің жиынтығы. Яғни адамдар әрқашанда өзінің былай айтқанда ми жүйесінің жұмыс істеуін неткен, зерттеген. Сол сияқты әртүрлі команда берсең, бір басын ашып берсең, өзі әрі қарай жұмысты алып кететін, өзі сіз үшін жасап беретін технологияларды ойлап табуда, иә, былай айтқанда. Сол жасанды интеллект сервистері сол нейрожүйелер арқылы жұмыс жасайды. Ол нейрожүйелер былай айтқанда адамның ми жүйесінің былай айтқанда копиясы болып табылады. Сол жасанды интеллект сервистарын бізді білім саласында қазір қолданамыз. Биыл тамыз конференциясы болды. Сол тамыз конференциясында осы тақырып өте өзекті екендігін көрсетті. Жалпы осы бойынша көп спикерлер өзінің баяндамасын оқыды деген сияқты. Мақала жазуда да біз осы жасанды интеллект сервистерін қолдануға болады. Зерттеу жұмыстарын жүргізгенде де қолдануға болады. Сіздердің жұмыстарыңызды былай айтқанда жеңілдетеді. Енді қараңыздар. Мына жерде жасанды интеллект сервистері көрсетілген. Осы 2024 жылы қаңтар айында BET 2024 конференциясы болды Лондон қаласында. Сол жерде біздің білім министрі барды, Ғани Бейсенбаев. Біздің Астана қаласынан мектеп орынбасарлары, директорлары барды. Сол жерде барлығы әртүрлі сайттармен танысты. Magic School сияқты, Forward деген сияқты. Бұлардың барлығы негізі жасанды интеллект сервистер арқылы жұмыс жасайды. Көптеген қазір сайттар. Сол жасанды интеллекттің өте қарқынды дамып жатқаны осы жерден анық байқауға болады. Яғни бүкіл жаңа жаңалықтар батыстан келетінін білеміз, иә. Ал біз көштен қалмау үшін бізде сол бәсекеге қабілетті болу үшін сол жерге ұмтылуымыз керек. Келесі слайд қазір. Так. Қазір демонстрация экранын қайтадан қоса қойын, шығып кетті. Енді жалпы жасанды интеллект сервистері бізге қалай мақала жазуға көмектеседі деген нюанстар туындауы мүмкін, сұрақ. Бұл жерде жасанды интеллект көмегімен белгілі бір тақырып бойынша мәтін құрастырып сайтқа тізім жасауға болады. Яғни әртүрлі чат-боттар бар, текст жазатын, мысалы GPT чат, Microsoft Copilot, Gemini, iTXT деген сияқты. Осы сайттарға кіру арқылы біз өзіміздің мақаламызды жазуға көп көмек алуға болады. Яғни сіздер GPT чатты бәріңіз білетін шығарсыздар. Енді сол GPT чатқа кіру арқылы өзіңіз мақала жазуға болады. Мысалға бізде қазір ашып берейін сіздерге, GPT чат деп жазасыздар. Мысалы GPT чат. Осы чатқа кіріп, мына жерде gpt.com деген сайт бар. Бұған тіркелуге болады, немесе тіркелмеуге болады. Тіркелгені жақсы, себебі сіздің мына жерде мен тіркелдім, мына жерде әртүрлі нелер бар. Бір-бірімізге сөйлескен, былай айтқанда чаттар бар. Сол чат арқылы жұмыс жасауға болады. Мына жерде тіркеуге болады, прикрепить файл дейді. Сосын әртүрлі искать в сети деген сияқты. Мысалға біздің әдістемелік орталықтың сайтын ашып көрсетейін сіздерге. Әдістемелік орталықтың сайтында біздің зерттеу журналы көрсетілген. Сол зерттеу журналының тақырыптық жоспары бар. Сол тақырыптық жоспарда қандай нелер қолданылады? Мысалға, әдістемелік орталықтың сайтына кірдік. Міне біздің әдістемелік орталықтың сайты. Сіздерге чатқа жіберейін.
мына жерде басылымдар деген бар. Басылымдарда зерттеу журналы бар, сосын бір елордалық білім газеті бар. Зерттеу журналын басатын болсақ, міне бізде зерттеу журналы ашылады. Ол зерттеу журналы, жаңа ғана айттым иә, аттестацияға жарамды дедім әріптестер. Естеріңізде болсын, сіздерге қажет болады. Мына жерде біздің байланыс электрондық поштасы бар. Электрондық пошта тек бір қосымша сұрақтар туындаған жайтта ғана беріледі. Бұл жерге біз мақала қабылдамаймыз. Электрондық поштаға біз мақала қабылдамаймыз. Мына жерде тақырыптық жоспар бар. Осы төртінші шығарылым шықты. Төртінші шығарылым әл ауқат тақырыбында бізде не болды. Келесі жылы біз тақырыптық жоспарда, тақырыптан жоспарда бізде арнайы тақырыптың бағыты болмайды. Кез келген тақырыпты былай айтқанда біз мақалаларды қабылдайтын боламыз. Міне білім алушылардың әл ауқат дегеніміз не деген сияқты осындай тақырыпта бірінші цифровой педагогика жылына 4 рет шығады, яғни 90-ына 1 рет. Содан кейін міне мына жерде бізде ережесі бар, мақаланың қойылатын тараптар. Негізі ең бастысы ережені оқып алған дұрыс. Кез келген мысалға журналға, газетке, болмасын кез келген байқауға қатысатын болсаңыз, ең алдымен не істейсіздер? Сіздер бірінші ережені оқисыздар, иә. Сосын ережені оқу арқылы сол бойынша өзіңіздің мақалаңызды келтіріп, сосын бірақ жіберу міндеттісіздер. Себебі кейбір мұғалімдер болады, ережені ештеңені оқымайды да мақаланы жібере салады. Біз ол қараймыз да, егер мақала келмейтін болса, біз оны қабылдамаймыз. Сол себепті еңбектеріңіз зая кетуі мүмкін. Мына жерде көп тұстар Times New Roman деп тұр, 14, оны білесіздер. 5-6 беттен аспау керек деген сияқты. Мына жерде тағы да бір нюанстар бар. Аңдатпа 3 тілде болу керек, 250 сөзден аспау керек, тіл сөздер міндетті түрде болу керек, олар 3-7 сөзден аспау керек. Сосын әдебиетке солу, кіріспе сияқты әртүрлі бөлімдер бар, солардың барлығы болу керек. Пайдаланған әдебиеттер тізімі болу керек. Міне мақаланың қалай рәсімделеді, сол көрсетілген осы жерде. Мақаланың тақырыбы, аңдатпа, міне түйінді сөздер, ключевые слова дейді, міне әдебиетке шолу, зерттеу әдіснамасы барлығы осылай толтырылу керек. Содан кейін ең алдымен пайдаланған әдебиет тізімі ГОСТ бойынша оформление жасалу керек, әріптестер. Енді мына жерде ғылыми мақалалардың түрлері бар. Ол 10 түрі бар деп айттым. Сосын мысалға сіздің мақалаңыз осы бір мақаланың біреуіне жату керек. Рефлексиялық шолу бола ма, ол пікірлер мен шолулар бола ма деген сияқты, әдістемелік мақала бола ма, осылардың біреуіне жату керек. Сұхбат бола ма, ол мүмкін. Енді барлығы қандай сұхбат дегеніміз не, осы жерде барлығы анықтамасы, барлығы көрсетілген. Сондай мақалалар болатын болса, біз міндетті түрде қабылдаймыз, сосын антиплагиатқа тексереміз деген сияқты. Оның барлығы жалпы түсінікті нәрсе ғой. Осыны ережені қазақ тілінде, орыс тілінде оқып алуға болады. Өзіңіз оқып алғаннан кейін, танысқаннан кейін, бірақ сіздер мақаланы жібересіздер. Мақаланы жіберу үшін мына жерде ғылыми мақала жазу бойынша барлық жаңағы бүгінгі вебинарымыз осының соңында болады. Осы видеоларды қарау арқылы сіздер түсінбеген, өзіңіз кейбір моменттерді түсінбей қалсаңыз, видеоларды қарауға болады. Сосын біздің мақаланы сіз қабылдағаннан кейін екі неден қабылдаймыз? Екі тексеріс өтеді, яғни біздің бөлім тексереді, сосын редакциялық алқа тексереді. Редакциялық алқа тексергеннен кейін оларда арнайы слепое рецензирование болады, яғни сіздің аты жөніңіз көрсетілмейді, тек мақалаңыз ғана жіберіледі. Мақаланы қабылдаса, мына жерін өзгерту керек, мына жерін қысқарту керек деген сияқты әртүрлі өздерінің пікірлерін айтады. Сол пікірлер бойынша біз сіздерге жазып, сіздер мақалаларыңызды өзгертесіздер де қайтадан жіберіп, біз журналдарымызға жариялаймыз. Содан кейін біздің журналда байқау бар, ең үздік мақала деген. Яғни осы биылдықта 4 выпуск болды, 4 выпускта 60-тай мақала шықты. Сол 60-тай мақаланың ең үздігін, үштігін марапаттайтын боламыз. Сосын 3 номинация болады, 3 номинация жалпы марапаттайтын боламыз. Содан кейін міне әдеп кодексі бар, міндетті түрде оқуға кеңес береміз сіздерге. Зерттеу журналына мақала жіберу деген мына жерде бар. Соны мақала жіберу деген батырманы басатын болсаңыз, сіздерде Google форма ашылады. Сол Google форманы ашу арқылы, толтыру арқылы, қазіргі уақытта біз жауып қойдық жылдың соңы болғаннан кейін, сіздер осы нені жібересіздер, мақаланы жібересіздер. 2025 жылы бізде шапкасы барға ауыстырылып, сосын мақаланы жіберуге болады. Сосын зерттеу журналына жазылу, қалай жазылуға болады? Мысалы, нұсқаулық көрсетілген, Қазпочта бар,
Сосын Астана Экспресс деген бар, сосын Астана Пресс деген ұйымдарға бару арқылы сіздер жазылуға болады. Сосын біздің рекламалар жіберіледі, сол рекламада бізде индексі көрсетілген, сол индекстерін қарау арқылы жазылуға болады. Мысалға нұсқаулық мына жерде көрсетілген. Нұсқаулықты қарайтын болсақ, бұл Астана қазпочтаның сайтына кіру арқылы, қандай батырмаларды басу арқылы жазылуға болады, сол көрсетілген. Астана қаласы бойынша бір индекс, аймақтар бойынша басқаша индекс болады. Қазір мен индексті көрсетейін тоже сіздерге. Сосын үздік мұқаба деген бізде не бар? Ең бір қызығы жайты айтайын деген, мынау не қазпочтаның сайты ғой, осы жерде тіркелуге болады. Біз мұқабаның ең бірінші бетіне біз өзіміздің үздік мұқаба деген байқау жүргіземіз. Сол байқауда бірінші, екінші, үшінші орын алған, төртінші орын алған педагогтердің жұмыстарын жариялаймыз ең бірінші бетіне. Енді қараңыздар, жалпы ережемен барлығымен танысып алдық дейміз. Енді танысқаннан кейін білім алушылардың әл-ауқаты деген тақырып жоспарда бар екен. Енді қараңыздар, біз осындай мысалға GPT-чат арқылы мысалға білім алушылардың әл-ауқаты мысалға да аңдатпа үш тілде түйінді сөздер, үш тілде қазақ, орыс, ағылшын, мысалы ағылшын тілдерінде кіріспе негізгі бөлім, мысалы қорытынды бөлім, мысалы мақала жаз деп береміз, сосын ол өзі бізге жазады осылай мақаланы. Түсініңіздер, бұл сіздерге көмекші ретінде әріптестер. Содан кейін өзіңіз барлығын түзейсіздер. Негізі мақаланы жазғанда сіздер ең бірінші өзіңіздің тақырыбыңызды анықтап аласыздар, өзіңізге ұнайтын. Сол тақырып бойынша әртүрлі әдебиеттерге шолу жасау керек. Біреудің мақалаларын оқу керек, ғалымдардың мақалаларын оқу керек. Сол ғалымдардың мақалаларын оқу арқылы өзіңізге ой түйіндеп, сол жердің барлығын құрастырып, осылай мақала жазуға болады. Және бұл GPT сияқты, Copilot сияқты сайттарды сіз тек көмекші ретінде қолданып, өзіңіздің жұмыстарыңызды жасауға болады. Енді қараңыздар, жаңа ғана түсіндірдім, сосын міне әдістемелік ғылыми мақала жазғанда міндетті түрде Google Академия дегенді қолданасыздар. Яғни сіздер Google-ға жазбайсыздар осы жерге. Білім алушылардың әл-ауқаты мысалға жазайыншы, мен білім алушылардың әл-ауқаты мақала деп, мысалға мақала деп жазатын болсам, әртүрлі нәрселер шығады. Міне егемен Қазақстан деген сияқты, біртұтас тәрбие. Бұл бізге былай айтқанда не подходит, келмейді. Бізге Google Академияны ашып алу керек. Енді қараңыздар, параллельно Google Академияны ашайын. Академия. Google Академияны ашқаннан кейін, міне Академия Google-да ашасыздар. Сосын міне мына жерде ашылады. Міне білім алушылардың қазір білім алушының әл-ауқаты дейтін болсам, ғылыми мақалалар, ғылыми журналдардан не болмаса конференцияның жиынағы болады ғой, сол арқылы ең соңында журнал шығады ғой, журналдар шығады деген сияқты, газеттер шығады, сол жерлердегі мақалаларды көрсетеді. Яғни мына жерде соңғы 4 жылдың несін таңдауға болады. Негізі зерттеу мақаласын жазғанда, негізі мақала жазғанда 10 жылдан аспау керек деп айтылады әдебиеттер. 80-ші жылғы, 70-ші жылғы источниктарды алудың қажеттілігі жоқ, себебі уақыт
тез өтеді, қазір тез ақпарат өзгереді, ескіреді деген сияқты, иә. Сол себепті міндетті түрде 10 жылдан аспаған дұрыс болады. Сосын міне мына жерден таңдайсыздар. Мысалға білім алушылардың әл ауқаты. Осы мақаланы алатын болсақ, біз казнпу дейді, казнпу kz дейді сайтта. Осы жерде мақаланы жүктеп алуға болады. Яғни бұл жерде ғылыми мақалалар, орыс тілінде, ағылшын тілінде, қазақ тілінде өте жақсы мақалаларды таңдап алуға болады. Осы жерден бірінші білім алушылардың әл ауқаты бойынша барлық мақалаларды ашып, оқып, керек жерін өздеріңізге түртіп аласыздар да, содан кейін ғана бірақ мақала жазуға кірісесіздер, әріптестер. Осылай барлық мақала жазылады. Содан кейін мына жағаға, мысалға мынау мақаладан алсаңыз, нені ақпаратты цитировать деген батырманы басу арқылы, цитировать, міне гост деп тұр. Яғни осыны копия жасап, өзіңіздің пайдаланған әдебиеттер тізіміне салып қоюға болады. Яғни сіз қай жерден алдыңыз? Осы неден алдыңыз? Источниктан айтқанда алдыңыз деп айтуға болады. Енді қараңыздар, біздің Астана Модерн жаңа сайтты көрсеттім. Бірінші бізде цифрлық педагогика нөмір болды, екінші функционалдық сауаттылық, үшінші құндылыққа негізделген білім беру. Содан кейін бүгін міне шығып шықты, ол білім алушылардың әл ауқаты деген. Енді білім алушылардың әл ауқатын бойынша біз қабылдап аяқтап болдық. Бүгін міне осы Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің орта білім беру комитетіне сәйкес міне мына жерде хат көрсетілген, яғни перечень рекомендуемых изданий для публикации лучших педагогических практики деп тұр 2024 жылы. Яғни зерттеу журналы осы тізімде бар. Негізі кез келген курсқа қатысатын болсаңыздар, кез келген байқауға қатысатын болсаңыздар, иә, кез келген осылай журналдарда, газеттерде мақалаларын жариялайтын болсаңыздар, міндетті түрде оқу ағарту министрлігінің сайтына кіріп, Поксонның списогында бар ма, оқу ағарту министрлігінің сайтының список тізімдерінде бар ма, соның барлығын дұрыстап мұқият қарап алған жөн болады. Себебі қазіргі уақытта мынандай жеке меншік кәсіпкерлерінің журналдары, былай айтқанда газеттері, байқаулары өте көп. Олар көп айтады сіздерге, иә, аттестацияға жарамды дейді, бірақ та сіздер аттестация жарамды болмауы мүмкін. Енді аттестация керек кезде оны байқамауыңыз мүмкін. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Так, қазір қарай қойын. Мен чатты оқи қойын. Қайырлы күн, республика деңгейінде журнал ма? Иә, республика деңгейіндегі журнал. Сіздерге сілтемелеріңізді жіберіңіздер. Мақаланы шығаруға бағасы қанша? Мақала шығарудың бағасы бізде неге байланысты? Подпискаға байланысты. Яғни мақаланы жіберу бізде тегін болып табылады. Мақаланы жарияланады, сосын жарияланып шыққаннан кейін біз авторлардың барлығын айтамыз. Сіздің мақалаңыз журналға шықты деп. Сосын ол кісі айтады, мен мақаланы қалай алуға болады дейді да. Мен айтамын, сіз Қазпочтаға барып, индексті айту арқылы сіздер өздеріңіздің мақалаларыңызды жариялайсыздар деп айтамын. Мына жерде индексі бар, болу керек, қай жерде. Так, қазір. Сол бойынша, яғни мақаланы қазір индекс қайда? Так. Қазір сіздерге көрсетемін индексті. Чатқа жазып жіберем. Мақала жариялау тегін, ешқандай қиындығы жоқ. Қазпоштаға барасыздар, индексті жазасыздар, болды. Так, қазір индекстарды барлығын мен чатқа жазып жіберем, әріптестер. Қазір мен әріптесім Бибігүл Калимбердинова жалғастыратын болады. Келесі жылға мақала қабылдайсыздар ма дейді. Кез келген мақаланы қабылдай бересіздер ме келесі жылы? Келесі жылы біз нені өзгертеміз? Қаңтар айында положение дейміз ғой, ережені өзгертіп, сосын ішінде рубрикалар салатын боламыз. Сол рубрикалар мектепке дейінгі, орта білім деген сияқты, типо деген сияқты колледждарға арналған. Сол жерде уже өздеріңіздің мақалаларыңызды жариялауға болады. Бірінші астаналық әдістеме деген журнал болған, сосын соны зерттеуге өзгерттік қой. Өзгерткенде біз тақырыптық жоспар жасадық та, көбінің мақалалары, мысалы цифрлық педагогика болды бірінші выпуста, көбінің мақалалары келмей қалды. Не болмаса кейбіреулер функционалдық сауаттылық бойынша жіберді да, оны екінші выпусқа шығаратын болдық. Ал қазір әртүрлі не болғаннан кейін мұғалімдердің сұранысы бойынша қазір ондай тақырыптық жоспарды былай айтқанда өзгертетін боламыз.
плагиат тексересіздер ме? Иә, тексереміз әрине. GPT-ға да саламыз. Неде бар ма жоқ па? Әріптестер маған сөйлеп тастаңыздар. Немен де әртүрлі сервистермен тексеремін. Индекс толық адресін жазып жіберсеңіз. Қазір иә жазам. Келесі бізде Библ Каримбердиевна қазір жалғастыратын болады. Так, қазір 5 секунд. Слайдыңызды қазір қосып беремін. Так. Сізде индекс бар ғой, кажется? Или жоқ па? Міне. Иә, индекс бар. Чатқа міне жазып жібердім индексті. Қаңтар айында, журнал қаңтар айында жазылуға бола ма дейді. Иә, болады әрине. Қазіргі уақытта уже біз договорлар барлығын жасадық. Нелермен. Қазпочтамен, Астана пресс, сосын экспресспен. Міне жерде жазын. Кез келесі жылы жібер. Жоқ, кез келген мақаланы деген сияқты, кез келген мақала емес. Бұл жерде айтып тұрмын ғой сізге. Зерттеу журналында ғылыми зерттеу мақалалары қабылданады бізде. Тақырыбын айтамын, тақырыбы әртүрлі тақырыпта болады. Былтыр бізде биыл мысалға бірінші выпуста цифрлық педагогика ғана болды. Яғни тек қана бүкіл мақалалар барлығы жасанды интеллект бойынша, информатика бойынша сияқты барлық мақалалар сол бойынша төңірегінде болды да. Екінші выпуск функционалдық сауаттылық, яғни чисто функционалдық сауаттылық қана бойынша болды. Ал қазіргі уақытта әртүрлі тақырыпты қамтуға болады. Мысалы, құндылықтар бойынша, білім алушылардың әл ауқаты бойынша, тағы да басқа функционалдық сауаттылық бойынша, не бойынша, бірақ та зерттеу болу керек та ол жерде. Оның барлығын мұқият тексереміз, біздің редакциялық алқа тоже тексереді, сосын уже қабылдаймыз. Негізі ең бастысы білетін айтайын деген, аттестацияға жарамды, сосын подписка жасайсыздар. Мектептеріңізге айтуға болады, мысалға мектептер подписка жасайды, 5 журнал, 10 журнал жасайды, мысалға сол мектептің кітапханасынан барасыздар да, копия жасап аласыздар, өздеріңіздің портфолиоларыңызға салып қоясыздар аттестация кезінде. Жылдық құны 4000 теңге ғана, ешқандай қиындығы жоқ. 4000 тамыз копейкамен. Бір басылымды алатын болсаңыздар, ол 1500 теңге ма, 1100 теңге ма, сондай копейкамен болады. Электрондық нұсқасын біз бермейміз, электрондық нұсқасын. Тек қана жазылып, мысалға авторлар болады, авторлар жазылады, жазылғаннан кейін сол электрондық нұсқасын біз жібереміз. Өзінің, тек қана өзінікін ғана. Әріптестер, әрі қарай жалғастырайық. Библ Каримбердиевна. Қара емес, басқа цвет. Құрметті әріптестер, сәлеметсіздер ме? Менің әріптесім Алмаз Жомартұлы сіздерге нақты ақпаратты егжей-тегжейлі таныстырды. Сұрақтарыңызға да жауап берді. Құрметті әріптестер, мен қазір ең соңғы сұрақ бойынша тағы да бір түсіндірме жұмыстарын жүргізгім келіп отыр. Біздің зерттеу республикалық педагогикалық ғылыми зерттеу журналы ғылыми зерттеу мақалаларын қабылдайды. Бұны айтып отырған себебім, біздің ресми хаттар барады білім беру ұйымдарына. Ресми хаттар барған соң бірден педагогтер хабарласады, ол жерде мен телефоным жазылып тұр, бірден WhatsApp-қа өздері мақалалар жазған едім, қашан шығарады сіз дейді, міндетті түрде мақаласын жазып жібереді. Ол жерде кейбір педагогтер өздерінің жазған ХМЖ немесе өткізген бір іс-шарасының сценарийін, мысалы, қазір жаңа жыл келді ма? Жаңа жыл келді, жаңа жыл деп бір-екі параққа жазылған ақпаратын жазады, мен мақала жазған едім, қашан шығарасыз дейді. Құрметті әріптестер, біз ғылыми зерттеу мақаласын қабылдаймыз деп, оған қойылатын талаптарды осыменен вебинарлар сериясын жүргізіп, бірнеше рет түсіндіру жұмыстарында жүргіздік. Нақты қадамдарды да айттық. Одан басқа біздің ресми сайтта да
нақты толық ақпараттар тұр. Сол ақпараттармен тағы да танысыңыздар, зерделеп оқыңыздар. Ғылыми зерттеу мақаласына қойылатын, оны рәсімдеуге қойылатын, оны жариялауға қойылатын талаптарды тағы да бір таныстып өтіңіздер. Ал енді мен қазір сіздерге, құрметті әріптестер, ғылыми мақала жазу және жариялау бойынша негізгі қадамдар мен ұсыныстарды айтқым келіп отыр. Әріптестер, біздің орталықтың осы біздің бөлім, білім саласындағы зерттеу және стратегия бөлімінің әдіскерлері осы таяуда ғана сіздерге сауалнама жолдаған болатын. Мен сол сауалнаманың нәтижелерімен таныстырып өткім келіп отыр. Себебі сол сауалнамада біздің педагогтеріміздің зерттеуге қойылатын талаптарды және де зерттеу бойынша, ғылыми мақала жазу бойынша қандай ұсыныстары бар екен, қандай сұрақтарды шешуді талап ететін білу мақсатында біз анонимді түрде сауалнама жолдаған болатынбыз. Сауалнаманың нәтижесіне келетін болсам, біз сауалнаманы бірінші айтып өтетін ақпаратым, негізгі әдісіміз ол сандық әдісті алдық, ал енді зерттеу құралы ретінде сауалнама пайдаланылды. Сауалнама сұрақтары Лайкерт шкаласы бойынша ашық және жабық форматта әзірленді. Сауалнама ғылыми мақала жазу, кәсіби өсу, педагогикалық тәжірибені жақсарту, ғылыми мақалаға тақырып таңдау, мақаланы талаптарға сай рәсімдеуге қатысты сұрақтарды қамтыды. Сауалнамаға 233 педагог қатысты. Ол педагогтер әртүрлі мекемеден болды, түрлі мамандық, түрлі пән мамандары және де әртүрлі еңбек өтілі бар мұғалімдер болды. Осы сауалнама нәтижесінде алынған деректер негізінде біз бірнеше қорытынды жасадық. Бұл қорытындылар нені білдіреді? Біз деректерді талдадық, сонан соң осы педагогикалық қоғамдағы маңызды мәселелер мен оларды шешу жолдары туралы нақты ұсыныстар жасау мүмкіндігі бізге туды. Енді қараңыздар, осы сауалнамаға қатысқан респонденттердің 48% ғылыми зерттеу мақаласын жазу, кәсіби өсу үшін маңызды деп санайды, ал 24% бұл сұраққа толық келісетінін мәлімдейді. Демек, 48 бен 24, 60-72% педагогтер мақаланы жазу, кәсіби өсу үшін өте маңызды деп санайды екен. Ал енді қатысушылардың 37% ғылыми мақалаға тақырып таңдауда қиындық туындайтынын анықтап жазды. Педагогтердің 37% зерттеу жүргізуге қажетті дереккөздерді табуға қиналса, 57% уақыттың жетіспеушілігі мақала жазуға кедергі келтіретінін алға тартқан. Ал енді мақаланы талаптарға сай рәсімдеу күрделі екен 48% қатысушы мұғалім мойындайды. Демек, біз ғылыми мақалаларды сапалы жазуға не көмектеседі деген сұраққа қосымша ол сұрақ ашық форматта болды. Қосымша курстар, семинар, тренингтер, шеберлік сыныптары бізге осы ғылыми зерттеу мақаласын жазуға септігін тигізеді деген ұсыныстар алдық. Демек, бұл сауалнама нәтижесіне біз мынадай қорытынды жасадық. Қазіргі күні ғылыми мақалаға жазуға қатысты педагогтердің көзқарасы өзгеруде. Әсіресе ғылыми мақаланы жариялауға деген сұраныс күннен күнге артып келеді. Енді мен қазір сіздерге осы біздің 4-ші зерттеу журналының 4-ші шығарылымында жарияланды. Осы ғылыми мақала жазу және жариялаудың негізгі қадамдарын ұсынатын боламын. Негізгі қадамдары атап айтсам, бірінші қадам, мен қазір сіздерге өте қысқа айтамын, себебі біздің уақытымыз өте шектеулі болып тұр. Негізгі қадамдарымыз және ұсынымдарымыз. Ғылыми мақаланы бірінші жазу кезеңдері. Бірінші тақырыпты таңдау және зерттеу сұрағын анықтау. Мен енді
зерттеу тақырыбын анықтау, енді кез келген педагог қандай тақырыпқа жазсам болады, немесе журналға қойылған тақырып бар ма дейді. Иә, 2024 жылы біздің әр журналдың әр шығарылымы анық, нақты бір тақырыппен шықты. Ал енді 2025 жылы бұл тақырыптар алынып тастайды. Біздің журналға қойылатын талаптар өзгеріске ұшырайды. Ол өзгерістер бойынша толық ақпаратты біз сіздерге қосымша ресми хатпен беретін боламыз. Сонан соң екінші әдебиетке шолу жасалынады. Бұл жерде сіздер бірнеше әдебиетке шолу жасап, салыстырмалы түрде шолу жасайсыздар. Үшінші қадам зерттеу әдістерін анықтайсыздар. Төртінші зерттеу нәтижелерін өңдейсіздер. Сонан соң барып деректерді түсіндіру жұмыстарын жасайсыздар. Мен бұл ең соңғы 5-ші қорытынды және ұсыныстар және пайдаланылған әдебиеттер тізімін жасайсыздар. Құрметті әріптестер, уақыт өте тығыз. Бұл түсіндіру жұмыстары және өз жалғасын табады. Бұл мақалаға қойылатын талаптар бізде ресми сайтта жазылған, сонымен таныссаңыздар болады. Және де сіздердің қоятын сұрақтарыңыз болса, біз әр уақытта сіздерге жауап беруге дайынбыз. Біздің байланыс телефондарымыз қол жетімді жерде орналасқан. Әріптестер, мен осымен өзімнің сөзімді аяқтаймын. Сіздерге келе жатқан жаңа жыл құтты болсын деймін. Біздің шығармашылық байланысымыз өз жалғасын табады деп ойлаймын. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Осымен біздің бүгінгі вебинарымызды аяқтаймыз. Құрметті әріптестер, сау болыңыздар.